Ассалаумалейкум, отау ішінде және көрісіп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Ассалаумалейкум, отау ішінде подкастында сіздер менен болғаныңыз үшін біз қуаныштымыз. Һәм осы орында айтып өтуіміз керек, Назира апа, біздердің осы уақытқа шекемгі подкастымызды қоллап, біздерге ағза болған, отау ішінде, қара үй ішінде біздермен бірге болып кетірғаныңыз үшін сіздерге өзіміздің миннетташылығымызды білдіреміз. Рахмет, жақсы малуматлар бердің. Һәммеге миннетташылық білдіреміз. Себебі отау бұл біздің ата-бабаларымыздың бір қадірдан орайы, һәммені бірлестіруші, ауызбіршілікті сақлайтын бір үлкен орай. Бұл жерде келешек хақындағы ережелер түзіледі. Үлкен шаңыраққа тиесілі гәплер болады. Сол үшін де бүгін біз отауымызда сондай бір үлкен дискуссияны әмелге асыруға әрекет етіп жатырмыз. Бүгінгі мейманымыз Аралбой инновация орайының басшылығы Бақыт Хабибуллаев. Отауымызға қош келіпсіз. Үлкен рахмет. Қош келіпсіз отауымызға. Бүгін шаңырақ астында және бір қызықты сәубеттің куәсі боламыз деген үміттеміз. Бақыт аға, сіз бір жанкүйер, хақиқи отан сүйгіш инсан сипатында білеміз. Біз білеміз, һәм көпшілікке де сізді таныстыру үшін әрекет етіп жатырмыз. Отау бұл толық таза бір экологик өнім, ата-бабаларымыздың бір интеллектін білдіретұғын бір үлкен бір сарай. Кеуір қошыңыз қалай? Жүде жақсы. Адеп көбінесе сіздің менен интервьюларымызда әрдайым біз аралдың ұлтанында, сексеуіл зарлықлардың арасында, шөл өсімдіктердің арасында берген болсақ, өсімдіктердің арасында бүгін мінекей Қарақалпақтың қара үйі отауға мұраjaat етіп жатқаныңыз бұл бір басқаша, өзгеше бір илхам бағыштайды инсан үшін. Себебі қара үй бұл отау, бұл қарақалпақлардың бұл тарихы, әдепкі мінекей қолжазба болмаған дейді, ол нақыстар арқылы берілген дейді. Әрбір Қарақалпақ шаңырағына кіріп, отауына кіріп, сол шаңырақтың жағдайын, оның статусын, оның тарихын оқуға болады дегендей. Бұл қариям жүде әшекейлеп безелген екен. Мінекей Қарақалпақтың орнаменттеріменен, сол уқыларымыз, шаңырақты көріп тұрыппыз. Бұның әммесі бір, мен ойлаймын, әрбір инсан үшін басқаша бір илхам бағышлайды. Демек, бұл отау бүгін халқымыздың бір кейфиятын білдіреді. Сіз айтқандай, мінекей шаңырақтың жағдайын білдіреді дедіңіз ғой, сондай зор қылып безелген. Біздер бай үйде отырыппыз, қазір сізбен. Әлбетте, бай үйде отырыппыз. 12 қанатлы. Сіз өзіңіз қазір гәп бастадыңыз. Арал хақында, табиғат хақында. Сіз аралдың жанкүйерсіз. Меніңше, аралды шын жүректен жақсы көретұғын инсанлардың бірі сіз болсаңыз керек деп ойлаймын. Сіз өзіңіз аралды алым сипатында емес, инсан сипатында қаншелі жақсы көресіз? Енді айтып кеткім келеді, білесіз, бұдан арал менен өмірім байланысаман дегенше мен дипломатия тарауында істедім. Бір қанша мемлекетлерде, мінекей Қазақстанда консулдық лауазымында, Германияның Франкфурт Намайне бас генерал консульствосында, Берлин қаласында, һәм Тәжікстанда, Душанбеде жұмыс істеген болсам, аралға бір ділмаш есабында барып, бірінші мәрте барған болсам, сол жерде мінекей көзімнен жас алып, кейіншілік ұлыма, сол өмірім, тағдырым аралмен байланысып, дипломатия тарауынан әттек шығып кетуіме тура келді. Себебі сол жердің өзінде сол проектте Жойбарда қалып, сексеуілдерді егіп, сол бірінші мәрте сол Шөлстанның не екенін, Дұздың не екенін, Арал теңізін қалайынша қандай жойбарларды әмелге асыруға болады, сол өмір бойы өмір менің Арал теңізімен байланып кетті. Соның үшін менің бұл тағдырым деп ойлаймын. Әрбір сол регионда жасайтын, Өзбекстанда жасайтын, Орта Азияда жасайтын инсан бұл аралды меншелік жақсы көреді деп ойлаймын. Себебі арал темасын айтқанда әрбір инсан сәугетлескісі келеді, ұшырасқан инсан арал темасы бойынша. Себебі арал бұл Орта Азия тарихы, мәселен, Тянь-Шань, Памир таулардан сулар басыланатын болса, Амудария, Сырдария арқылы келіп, аралға құйып, некей осы екі дария ортасында, екі таудың ортасында Орта Азия халықтары жасап, ұлыма тарихлары, өмірлері байланысып тұрған. Біз сізбенен көп экспедицияларда ұшырасқанбыз. Кеше жақында да вертолетпенен барып келдік, өткенде де барған едік. Аралдың түбіндегі әрбір өсіп атырған жасылықты, ол қандай болуынан қатты нәзір, сіз толқынланасыз да оны көріп. Мен турасын айтсам, сіздің жүрегіңіздегі аралға болған мұхаббатты сезген мен сол уақытта. Айтыңызшы, бүгінгі арал дәртлерден соң, машқаладан соң, кризистен кейінгі бізден ұзақласып атырған аралға мәдет беру қандай кетіп атырыпты? Сіз көңіліңіз тола ма?
ақыры сіз дәртті бөлісу үшін қайтқансыз ол ізге. Әлбетте мінекей жастығымда сол аралға өмірімді байлаған болсам, сол ақылардың өзінде мінекей неміс профессорлары, шетел профессорларымен бірге Ханс Филпс деген рахматлы өмірден өтіп кетті. Оны саған профессор, қала берсе, Ральф Певелинг деген неміс профессоры. Олар осы жойбар тамам болғаннан кейін де әр жылы Қарақалпақстанға келіп, аралға барып көріп тұратын еді өмірін. Себебі проектіміз ұзақ давам етіп, 27 мың гектарға жақын шөл өсімдіктері егіліп, сол Өзбекстан профессорлары, ілімпазлары менен бірге әртүрлі методикалар істеп шығарылды. Өсімдіктерді өсіріп, мәселен, ділмаш ретінде барған болсам, ең ақырында сол проектілердің координаторы болып, Қарақалпақстанда бірнеше проектілерді әмелге асырдым. Лекін сол ақылары біздердің айтатын затымыз телевидениеде бүгінгі күндей көрсетілмес еді. Арал темасы бүгінгі күндей халықтар арасында, адамдар арасында сәулетлесілмес еді. Бұны көбіншелік жасыруға әрекет етілер. Өзіңіз білесіз, 2018 жылы құрметті президентіміз ООНның жоғары трибунасында тұрып, бүтін халықтар, миллеттер уәкілдеріне müracaat етті. Арал проблемасын айтып шықты. Яғни проблеманы ашық қана қоймастан бүтін халықларды, ілімпаздарды біргеслесуге шақырды. Һәм 18 жылы білесіз, хабарыңыз бар, һәмме Өзбекстанның регионларының уәкілдері келген алды қатынасуында миллион гектарлап сексеуілдер егілді. Сол уақытта айтар, пақтаға қанша мобилизация болады ғой, лекін экология проблемасына неге мобилизация болмайды, не үшін жасырылады делінер еді. Соның үшін міне 2 миллион гектар егілді деген нәрсе бұл үлкен масштаб, жүз үлкен масштаб. Неше жылдар давамында 300 мың, 350 мың гектарға жақын егілген болса, Арал теңіз ұлтанына, кейінгі 6-7 жылдың ішінде өзінде 2 миллион гектар егілді. Бұл неше бара зият екенін айтады. Қала берсе, бүтін дүние жүзі бұл маманы білді. Һәм ілімпаздар білді. Арал теңіз инновация орайының ашылғанынан себебі президентіміздің инициативасы бүгінгі күнде біздер бүтін халықлар алымдарымен істеп жатырмыз. Ілімпаздармен, mesela Синьцзянда да бізге ұқсаған шөл станлығы бар. Тұзлану шариаты кетіп жатырды. Оларым қарсы күресіп жатырды. Олар біздердің методымызды үйреніп жатырды. Біздер сексеуіл, қандым, селеу, жыңғыл ұқсаған өсімдіктер ешқандай су қолданбастан егіледі. Себебі аралда жер асты сулардың шорлану дәрежесі жүдә жоғары басқа мемлекеттерге қарағанда. Су қолданбастан егілу методы, бұл методиканың өзі бір өзгеше. Соның үшін олар біздерден үйренетін жерлері де көп, біздер олардан үйренетін жерлеріміз де көп. Мінекей Дубайменен бірге істесеміз, айтып кетеді болсам, мінекей Дубайдың рауажландыру фонды арқылы шорлану шариатында биодиханшылық алып бару орайымен бірге істесіп, 2024 жылы проектлердің, дүниежүзі проектлердің ішінде біздің проектіміз бірінші орында алды. Мәселен, бұл бір өзгеше ilham бақылайды, тәналығы есапланады. Қала берсе, бұл жылдың өзінде Қытайда, Синьцзянда Тяньшань премиясын алуымыз, олан бір үлкен дүние жүзінде 10 адамға берілген болса, соның біреуі, мәселен, біздің центріміздің уәкілі біздерге берілгенде бұған қатты мақтанамыз. Әлбетте, бүгінгі күнгі Арал теңізі сиясаты менен өткен дәуірдегі Арал теңізі сиясатын салыстыруға болмайды. Үлкен жұмыстар қылынбақта һәм нәтижелерге де ерісілмекте деп мен турадан-тура айта аламын. Егер басқадан болғанда дипломатияда жүріпті, Германияда, ешқайда істейді, одан басқа үлкен жұмыстарды да істедіңіз. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің инвестиция бойынша орынбасары болып та істедіңіз, үлкен жауапкершілік жұмыстарды. Бірақ бәрібір сіз хаммесін таслап, турадан-тура өзіңіздің тағдырыңызды Аралға бағышладыңыз, дипломаттан алымлық дәрежесіне ерістіңіз. Қашандыр Аралға барғаныңызда біз кеш қалдық деп ойлаған уақытларыңыз болған ба? Тарихты ұмытпау керек. Мінекей Советтер үкіметі уақытында сол плансыз сулардың қолдануы, Амудария һәм Сырдариядан мінекей соншалық көп, mesela Сырдариядан 25 миллиард куб су ағатын болса, Амудариядан 65 миллиард куб су. Бұл жүде үлкен хажимдегі су. Израиль mesela 2 миллиард куб су менен 350 мың гектарға жақын жерді егіп отырды. Бізде 7 миллиардқа жақын су қолданылады. Мінекей келешекте технологияның рауажлануы, инновацион методтарды кіргізу арқылы біз басқа елдердегі опыттарды үйреніп,
Әлбетте Орта Азияға ендіріп барсақ, біз ойлаймын, ұзақ жылдарға біз экологиямызды құтқарған боламыз. Бұл қылынып жатқан жұмыстардың әммесі, іс-әрекеттердің әммесі экологияны құтқару, аралды құтқаруға қылынып жатқан жұмыстар, лекін суменен толтыра алмаған тағдырда де егінлер диверсификациясы, таза методларды кіргізу, суды үнемдеуші технологияларды кіргізу, бұның әммесі келешек технологиясы болып есептелінеді. Енді тарихтан алдын біз жүгіріп кете алмаймыз ешкім. Қазіргі уақытта айны арал бойынша ұлыма экология сахасында Өзбекстанды мен бір локомотив деп білемін Орта Азияда. Себебі көптеген ғалымдар аралға келгенде, Қалпақстанға келгенде, дүниежүзілік форумларда ұшырасқанда Өзбекстанның саясатын жүдә мақтайды. Себебі елдің басшысының алып баратқан саясаты жүдә тура. Бізде де сондай істенгенде деген сөздерді айтқан бізде әлбетте қуаныш алып келеді бізге. Бір нәрсені түсіну керек, инсанлар түсіну керек. Арал теңізінің ұлтанында 40-50 метрге жоғарысында су болған. Бұның әммесі құрып, қазіргі уақытта үлкен шорланған қатлам хасыл етілген. Сондай жерлер бар. Хәттеки бірде-бір өсімлік өсіру имканияты жоқ бұл жерлерде. Бұл жерде еш нәрсе қыла алмайсанам, соларды да есепқа алу керек. Қазіргі уақытта қылынып жатқан жұмыстар сол өсімлік өсетін қатламаларда ғана имканиятлары бар. Қала берсе тағы бір нәрсені түсіну керек. Мәселен, бұнан 20 жыл алдын біздер аралдың күншығар тарапында жұмыс істеп барған болсақ, ол жерде де көптеген бірінші пионер болған уақытында қателіктерге жол қоясан, басқа қыласан, әмме жерде де көгермейтұғын түсініп, қатламлардың әртүрлі дәрежеде шорланғанын біздер көргенбіз. Бір уақытлары 20 жыл бұрын біз еш нәрсе өсіре алмаған болсақ, атырапындағы егілген сексеуілдер миллионлап тұқымларды шашып, жылдан жылға қар, жауын жауып, ол жерде табиғат өзін өзі емдеп атқанның куәсі болдық. Өсірілмаған жерлерде астен секін көкшөптер өсіп, жауылып, не үшін терек егіледі, не үшін сексеуіл егіледі деген сұрауды да көп адам түсіне бермейді. Сексеуіл өсімлігі біріншіден сексеуіл жыңғыл құсаған, қарабұрақ құсаған өсімліктер бұл хауадағы намды алған халда да өсе алатұғын өсімліктер, тамыры терең кетеді, шорға шыдамлы өсімліктер. Ең бірінші мақсат сол шаң тозаңды көтермеу. Егер ядыңызда болатын болса, 2018 жылы Бұхараға шеген аралдан көтерілген тұздар тарқап, Нидерландыға барғанда енді көзбенен көрген, визуальный көруде қанша шөплер, қанша экономикалық зиян келтірген еді. Кейінгі уақытлар мінекей Құдайға шүкір сәл болса да азайып келіп жатырды. Көптеген көклем зарлықлар дүретілгеннің есебінен, қылынып жатқан жұмыстардың есебінен бәрібір ілімпазлар бұндан көптеген жылдар бұрын ілімі істеп барғанда мінекей Қарақалпақстанда 3 уровеньда шаңның көтерілуі анықталды. Бір жарым метр биіктікте Қарақалпақстанның 50 жеріне шаң ұсылағыш деп айтылады ғой, пескаловитель, құм ұсылағыш қойып, әр хәпте жиналып барғанда жумақ сондай болды. 1 гектар жерге аралдан келетін тұзды құмның массасы 5 тоннаға дөңгеледі. Соның ішінде 30%-ке жақыны тұз болып шықты. Деградация нең есебінен болып жатырды? Аралдағы тұзлардың көтерілу есебінен болады, шаңның көтерілу есебінен болады. Екіншісі, әлбетте, Амудариядан келетін сулардан бір уақытлары шорлығы көтеріліп кетеді. Ол да бар. Арал бойында ауыл қожалығын рауажландыру керек, егістікті рауажландыру керек, азық ауқат қауіпсіздігі деген бар, адамлардың дарамадына тәсір ету керек, жасылықты, диқаншылықты рауажландыру керек. Бұл бойынша ілім қандай жөнеліслерді, қандай басламаларды алға сүріп атырды? Себебі дүнияда глобал ықылым өзгеру, климат өзгеру процесін біз әмеміз көріп тұрмыз. Әлбетте, Арал теңізі катастрофасы бұл көптеген мемлекеттерде болған болсам, көптеген мемлекеттердегі болған экологиялық ситуациялар салыстырған халда көріп шығатын болсақ, бұл ең бір ауыр жағдайлардың бірі есептелінеді. Себебі Арал теңізіне жиналған тұз, бұл тек қана апайы тұз емес, көбіншерек хлорлы тұзлар есептелінеді. Хлор білесіз, бұл өлтіруші қасиетке ие. Мәселен, Синьцзян яки Израильмен салыстыратын болсақ, біздердегі тұзларымыз агрессивнырақ, көбірек агрессивнырақ. Мәселен, Қытайда басқа жерде өскен өсімдіктер Арал теңізі шариатында өсе алмайды.
айтатын болсақ мінекей 1000-нан көп өсімдіктердің түрінен істедік деп айтамын ғой. Бұл эксперимент. Эксперименттеріміз біз тикары Арал теңіз инновация орайында платформалар жаратып, шетелдегі алдағы технологияларды трансформация қылу, алып келіп, үйретіп, халыққа, дихаларға үйрету есептелінеді, платформалар жарату есептелінеді. Мен мысал ретінде бірнеше мысалдар айтып өткім келеді. Өткен жылдары мінекей гүнжінің, Қарақалпақстанда гүнжі жүзде жақсы өседі білесіз. Дегенменен бұны қолдан жинайды. Гүнжінің 218 сортын 30-дан астам мемлекеттерден алып келдік. Лекін мінекей Израиль менен Америкада гүнжінің комбайнменен жинайтын сорты бар. Бір фермер 1000 гектарлап егіп жинайды. Қарақалпақстан шариғатынан, басқа регионнан, басқа континенттен алып келдік бұны. Алып келіп еккенде оның дерлік 10% ғана тірі қалды бізде. 10%. Қараңдар. Демек көлік берді да? Бұл Техаста өсетін. Техаста да бізге ұқсаған шөл, қарасаңыз шөл, құм, вазият сондай. Лекін салыстырып көретін болсақ, Техаста хауаның ылғалдылығы 87% болып тұрғанда бізде 7-8%-ке түсіп қалды. Хауаның ылғалдылығы. Шорлық 4-5 мәртебе жоғары. Радиация, күннің радиациясы 4 мәртебе жоғары. Соның есабынан 10%-тай тірі қалды. Енді ілімде өсімдіктерді интродукция қылу, адаптация қылу деген түсінік бар. Мінекей бұл жылы 10% қалған болса, соның ішінде ең күшлі гендер алынып қалынады да, бұл жылы және ектік, бәлкім 4 жыл, 5 жылдан кейін адаптация болар осы сортларымыз. Har қандай өсімдікті алып келіп, бірденге егіп, басқа қылмайды. Біз орайымыздың базасында соны егіп тексеріп көреміз. Бұл алға қойған біздердің мақсатымыз келешекте сол гүнжіні комбайнменен ордыр жолға қойып, ілімпаздарымыздың, сол орайымыздың ілімпаздарының алдына қойған вазифалардың бірі. Бірінші мәрте Қарақалпақстанда нәлілерді сабу. Дүние жүзіндегі ең алдыңғы сортлардың 14 сорты алып келіп, 4 түрлі тамыр системалар алып келіп, интенсив бағалар жарату бойынша сол ілімінің адан ясына шеген орайымызда істеп шығып, бағмалардың көпшілігін оқыттық. Мәселен, осы жылдың өзінде нәлілерді қыста сапқан халда, ұлаған халда, прививка деп айтылады, пайвантлау дейді. Ұлаған халда мінекей қазір орайымызда егіп қойыппыз, дихаларымызды үйретіп жатырмыз. Құда қаласа орайға барсаңыз көресіз. Тағы бір тазыдан қойылған технология бұл аквакультура. Суды бірнеше мәрте пайдалану. Мәселен, венгер карпларын, венгрия сазаларын, тез өсетін сазаларды теплицада көбейтіп, оның суын бірнеше мәрте қолдану. Өсімдікке, карпқа қала берсе, спирулина деген микро өсімдік бар. Протеині жүдә жоғары, суперфуд деп айтылады. Космонавтарға беретін штамларын Германиядан алып келіп, оны да көбейту бойынша істеп жатырмыз. Болан бір направление. Демек, бұлар сол өсімдіктер бізде көбейсе болады. Бізде көбейсе болады. Суды, мәселен, келешекте суды бірнеше мәрте қолдану. Мәселен, har bir резервуарда 25 куб су бар, har қайсынан 1 тоннаға шейін балық алу. Мәселен, 1 гектар жерде 10.000 куб су бар. 350 квадрат метр жерде бізде 100 куб су бар. 100 куб судан 4 тоннаға шейін балық алу. Яғни Қарақалпақстан шариғатында 1 гектардан ашық кәдімгі экстенсив ұсылында бірнеше килограмм алынатын болса, интенсив, супер интенсив ұсылында суды қолданып, суды бірнеше мәрте қолданып, балыққа, балықтан өсімдікте, одан спирулинаға, одан фильтрлеп, және өзіне қайтарып беру. Сушылық шариғатында балықшылықты рауаждандыру. Оның да бірінші мәрте мінекей біздің базамызда құрылып, оның бойынша да мінекей фермерлерімізді, балықшыларымызды оқытып көрсетіп жатырмыз. Басқа да өсімдіктер, мінекей Арунда Донекс 1 жылда 6,5 метрге өсті. Бұл құрылыс материалдары есебінде қолданылып, енді оның көбейту ұсуларында үстіне алып барып жатырмыз. Мәселен, Ташкентте өсімдіктер генетика банкі бар. Басқа регионларда жоқ. Құрметті президентіміздің мінекей қолдау қуатлауында бірінші мәрте Қарақалпақстанда генетика банкі құрылды. Не үшін Қарақалпақстанда генетика банкі? Климат өзгеруі басқа регионларға қарағанда Арал теңізі регионында 2 есе тез өтіп жатыр. Құрғақшылық, климаттың өзгеруі, көплеген өсімдіктердің түрлері жоқ болып бара жатыр. Мәселен, қаулыларды алады болмаса, көплеген 120-ға жақын Қарақалпақстанда сортлар болған болса, дерлік 30-40%-ін жойып болды қазір. Қазір бар тұқымларды бүгінгі күнге келіп генетика банкымызда 2000-ға жақын өсімдік түрлерін жинадық. Ұзақ мүддетте сақлау тұқымларын 25, одан зият жылдар har жылы өзгертіліп тұрады. Генетика банкі құрылды бірінші мәрте. Бүгінгі күнде 2000-нан зият тұқымлар жиналып,
бұлар консервация қылынып қойылды. Келешек үшін, келешектегі әулет үшін керек нәрселер, өсімдіктер диверсификациясын сақлап қалу үшін керек нәрселер. Қала берсе, галофит өсімдіктердің үстінен шорға шыдамлы өсімдіктерді, мәселен, Қытайда көбіншелік деградацияға ұшыраған, обороттан шығып кеткен жерлерге шорды өзіне алатын өсімдіктерді еккен халда 2-3 жылдан кейін оборотқа қайтару бойынша алып барады екен. Бұл бойынша бізде енді специалист жоқ дерлік. Олардың үстінде де істелініп барылып жатыр. Майлы өсімдіктер, мәселен, рапс ұқсаған өсімдіктерді өткенде мінекей седананы Қарақастанда білесіздер, Өзбекстанда седана көп қолданылады. 1 килосы 85 мың екен, базарды көрсек, Қарақастанда өсеме деп алып келіп, мінекей 2 жылдан бері өсіріп, тұқымларын көбейтіп жатырмыз. Одан басқа да мінекей жүгерінің 30-дан көп сортларын дүние жүзінен алып келіп, алдыңғы жылы 3000 фермерге тұқым тарқатқан болсақ, бұл жылы 5000 фермерге тұқымды бейпұл тарқатқан халда 6 тоннаға 5-6 тоннаға шекем дән беретін шаруа направлениесінің бағдарында, құшылық бағдарындағы тұқымларды мінекей Қарақастанның районлары әрбір районда семинарлар өткізіп, бейпұл тұқымлар тарқаттық үлкен фермерлерге 100 килоға шекем одан зиятырақ тұқымларды беріп, олар қалай көреді екен, олар қандай оценка қояды екен, Дубайдан, Африка мемлекеттерінен алып келген өсімдіктер. Оны бір жеке фермер я болмаса бір жеке ілімпаз қыла алмайды. Жойбар тикарында партнерларымызбен біргелікте мінекей инновация орайының базасында қылынып жатқан жұмыстардың бір тарапы. Қала берсе, заманауи технологиялар бойынша инвитро лабораториялары, өсімдіктерді клеткадан көбейту. Бұл сақада да біздер пионер болып істеп жатырмыз, яғни 30-ға жақын өсімдіктерді инвитро ұсылында клеткадан көбейту. Мәселен, годжиді Ташкентке, шетелге барып көрсек, қара годжиіміз 700 мың, қызыл годжиіміз 350 мың тұрады екен. Тамарқа жерлерінде ол асқатып кетеді. Қарақастанда жақсы өсіп жатырды. Өткен 2 жыл бұрын бастаған болсақ, жүдә жақсы өседі екен. Оны да бір көбейтуді жолға қойып, келешекте сол қызыққан инсанларды үйретіп, өздерінің тамарқаларына ектіріп, оны сатуды, экспорт қылуды жолға қойсақ дейміз. Алманың мінекей Голландиядан алып келінген, Япониядан алып келінген сортлар, Америкадан, жаңа Зеландиядан алып келген сортлары, мәселен 14-тен көп алма сортларын алып келген болсақ, соның бір 6-ауы ғана бізге жақсы нәтиже көрсетті. Әрбір терек 4-5 жылдан кейін 50 килоға шекем хасыл берген болса, мінекей интенсив ұсылында 1 гектарда 1,5 мыңнан 3,5 мыңға шекем нәлдерді жайластыру имканиятына ие. Кішік жерлерден үлкен аз су қолданған халда үлкен хасыл алу дизайны қалай жасалынады, қандай жерде егіледі, һәм мобил лабораториялармен жерлердің составларын үйренген, құрдан құры өсетін, өспейтін жерге еге берместен үйренген халда егуді, ілімменен егуді біз істеп жатырмыз. Ілімнің осы экологияны жақсылауға деген қызметі жүдә үлкен, дегенменен бірденеге әммесін алға кетіп үйреніп болып алмаймыз. Ілім білесіз жүдә кең тарау, аңсат нәрсе емес. Бұл астында қаттырақ от жаққанмен бірден қайнап қалатын нәрсе емес, басқа емес. Жылдар кетеді. Мәселен, бір өсімдіктің соның болатын, болмайтын адаптациясын білу үшін бір 3 жыл уақытымыз кетеді. Міне жүгерілердің бір 4-5 сортын сайлап аламан дегенше біздер 3 жылға шекем 200 граммнан алып келіп 20 тоннаға шекем көбейттік. Мәселен, бұл 200 грамм деген білесіз, бұл кішкене ғана нәрсе. Бұлардың әммесі ілім тикарында қылынып атырды, дегенменен көп нәрсе үйренуіміз керек, көплеген елдерден үйренуіміз керек, көплеген тәжірибелер алмасуымыз керек. Орайымызда да мінекей көплеген жастар шетелдерге шығып үйреніп атырды. Қала берсе, біз тек өзіміздің орай емес, университеттермен біргелікте дерлік әр күні жазғы уақытлар 200-ге жақын студенттер келіп, бізде әмели жұмыстар қылып кетеді. Қала берсе, жас алымлармен, докторантлармен біздер тығыз істесеміз, олар өздері біздердің тәжірибе участкаларымызда біргелікте сынаулар өткіземіз. Қала берсе, мінекей шөл өсімдіктерінен шетелдерден тұқымларын алып келіп, өзімізде Мойнақта, Аралда егіп, бұның әммесі іліми жандасу менен, оның әммесін жазып алып, учетін алып барып салыстыру үлкен минет талап ететін зат. Лекін келешекте бізде сол көп нәтижелерге ерісуге мақсат етіп талпынып жатырмыз. Үйренетұғын нәрсеміз, білмейтұғын нәрсеміз, білетұғын нәрсемізден көп деп айта аламын. Бәрібір ілім ол үлкен кең түсініп, әсіресе оның практикасы, әмелияты, әрқандай идеяны, теорияның бәрібір ол бақалы болады практикасы менен да, нәтижесі менен. Шөлге шыдамлы егіндерді егу мәселесінде
бұл жер, бұл аймағымыз халықаралық ilmi әмели біргеслесі орайына айлану керек деген бір үлкен игіліклі мақсат қойылған еді. Бүгін қанша мемлекеттің алымлары менен, үлкен атақлы ілім зерттеу институтлары менен, ілімнің ең үлкен генийлары менен біргеслесіп жатыр. Біріншіден мінекей Япониядан Киото университеті, Токио, Мия университетімен біргеслесеміз. Бұл алдыңғы университеттердің Япон алымларыменен қоспа тәжірибелер қылып жатырмыз. Қытайдың Цинцзян неге айтым, Цинцзян институтының мен пақри профессоры өткен жылы берді. Бұл жылы Тяньшан премиясы, бұл Тяньшан премиясы ең жоғарғы Цинцзянда берілетін сыйлық есептелінеді. Құттықтаймыз бұл сыйлық деген сізді. Дүниежүзілік алымлардың 10-ына берілген болса, мінекей солардың біреуі мен болдым. Көптеген европалық алымлар алған болса, бір мақтаныш етеміз. Қала берсе, мінекей араб мемлекеттерінің ілімпаздарымен күні кеше мінекей бізде экспедицияда болды. Иран алымы профессоры, онымен бірге бір 10 күн бірге істедік, оның ілімлерін үйрендік. Дерлік біздің орайымызда әр күні қандай да бір профессор, қандай да бір ілімпаз группа болады, бірге істесетін. Қазіргі уақытта 30-дан астам мемлекеттермен бірге істесеміз. Германияның институтларымен біргелікте, қала берсе Германиямен қоспа жойбарларымыз да бар, Голландиялық ілімпаздармен біргелікте, Швейцариямен біргелікте, көптеген алдыңғы қатар мемлекеттермен, Американың ілімпаздарымен біргелікте. Мен айтамын, бүгінгі күнде толық президентіміздің қойған вазипаларын орындауға әмел етіп жатырмыз, һәм келешекте де әмел етеміз. Мәселен, бұндан 3 жыл бұрын ілімпаздардың саны біреу болған болса, бүгін ученый степені бар, 6-аудан асып кетті, тағы ilmi дәрежесі бар. Бұл қысқа 2,5 жылдың ішінде, 2,5 жыл алдыға қойған вазипаларымыз елде жүдә көп. Қала берсе, өткен айларда мінекей құрметті президентіміздің қарарыменен Грин университеттің проректоры лауазымына сайландым бір уақыттың өзінде. Бұл үлкен жетіскенлік ілімде, әсіресе сіз кескін өміріңізде өзгерту қылғансыз, кескін қарар қыла алған өз өмірінің бір қаһарманы десек болады. Себебі анау-мынау адам зор карьераны қойып тұрып, өзінің өмірін аралдың түбінде сексеуіл егуге, аралдың түбінде қандайда бір жасылық егуге бағыштай алмайды. Ол шын жүректен жүдә жоғары дәрежедегі гениал дәрежедегі, феноменал әрекет. Бұл сіз бағышладыңыз. Арал теңізіне барған кезімде кетіп бара жатқан суды көріп, турасын айтсам, кеуілім де жылады, өзім де жыладым. Мен үшін ол аппақ көйлекте ұзақта арқаға қарап, мәдет күтіп кетіп бара жатқан бір анаға ұқсайтын еді да. Қатты мен тәсірлендім. Келгенімнен кейін көп уақыт өзіме келе алмай жүрдім. Сіз тез барасыз. Бұл картинаны турдан-тура, арал бенен турдан-тура байланыста боласыз барғаныңызда. Құрған, бұрын су болып, бақаншақлар қалған жерлерде жүрудің өзі бір адамға қатты психологик кері тәсір көрсетеді да, жүрегіңді артқа қарай тасылап жібереді. Неге деген сұраулармен қайтасаң арқаға. Сізге сондай бір алым инсанға, сіздің рухиятыңызға қаншелі бұл тәсір етеді? Арал теңіздің құрып кетуі бұл жүдә қайғылы. Дерлік бәрібір адам өзінің іс-әрекетін қылады. Мен де сол сұрауларды қоямын. Мәселен, бір уақытлары бірде-бір өсімлік өспеген, тегістік құр су қайтып кеткен жерлерде өзіңіз гуасы болдыңыз. Бірде-бір өсімлік өспеген жерде қазір тоғайлар пайда болып жатыр. Сәл болса да адамға сенім оятады инсанда. Мінекей жиналыстарда, басқада мінекей үкімет тарапынан су апару имканиятлары ізденіп жатқан жоқ емес. Сол дренаж системалары, зекешілердің суларын қарату, трубопроводпен апару мәселесі бойынша да бәлкім уақыт талап етер, бәлкім қаржылар табылып қалар бұл бойынша. Енді үлкен жойбарларды бұл істеу, жаңағы Сибир дарияларын бұру мәселесінде басқа, бұл енді сәл қиын мәселелер қазіргі жағдайда, бірақ өзіміздің имканияттан қолданған халда, мінекей Өзбекстанда жерасты дренаж системасы суларын бұру мәселесі бойынша да жойбарлар көріп шыға алмады. Келешекте мен сенемін, бұған бір қандай да бір
имканиятлар табылады деген. Бірақ қолымыздан қазіргі уақытта келетұғын нәрсе сол деградацияға ұшыраған құрып кеткен жерлерді консервация қылу. Япон Қытай алымдары өткенде бір сұйықтықтар алып келіп, сол ешнәрсе өспейтін жерлерге де сеуіп көріп жатырмыз. Қаншалық ұстап тұра алады, қанша уақыт ұстап тұра алады, нәтижесі қандай болады, har қандай жөй бар, бірден алып келіп бірден істеп тастай берілмейді. Ол уақыт талап етеді, ілми дәлелін табу керек болады. Өткен жылы біз бір-екі жерлерді сол ешқандай өсімдік өспей, өсу имканияты жоқ жерлерге сұйықтықтар қолданған халда көрдік. Бұл нәтижесі қалай болады, уақыт керек әлбетте. Қалай берсе айтып кеттім, табиғат өзін давалап баратын, бұның бір куәсі болдық. Әлбетте қылынған жұмыстар рауажданып бара береді. Мінекей сексеуілдер қатарлардың арасы сол тұзлы қатламларды жарып, оған егіп шыққан сексеуілдер көгергеннен кейін 4 жылдан кейін мыңлап, миллионлап өзінің тұқымларын шашады, атырапына шашады. Оған құслар, басқалар келіп, табиғат өзін өзі қайтадан жаңалап барған көп куәсі болдық. Мінекей түлкілер пайда болып, басқа да хайуандар пайда болып, көптеген жерлер қайтадан восстановление болып жатқан адамды қуантады. Лекін Арал теңізі бұл жүдә үлкен масштаб. Көптеген инсандар Арал толыпты, Қазақстан толып кетіпті деген сөздерді айтады. Әлбетте Қазақстан беті кіші Арал деген бар. Енді олардың бәлкім бақты шығар, басқа шығар. Кішкене жерген дамбы құрылған халда Сырдарияның суын қаратып келген, ол 300 мың гектар, лекін оған ұқсаған көлдер бізде де бар. Mesela Судочи көлін мысал етіп айтсақ болады. Одан қала берсем неки Тақтакөпірдегі Жалтыр, басқа көлді көріп Арал толыпты деген сөзді көп адамдар айтады. Лекін факт қазіргі уақытта 100 километрден астам жер барқалар, су бару ықтималы жүдә ауыр ол жерге. Лекін бұған су алып бару мәселесінің үстінде де істеп жатыр. Егер сол технологиялар қолданған халда, мемлекеттер бір-бірімен келісілген халда Амудария һәм Сырдария суларын үнемді қолданып білсе, бір келешекте шешімдер болуына мен сенім білдіремін. Har жыл қаншаға тартылып жатыр Арал? Енді har жыл артылып, мәселен күні кеше көрдіңіз, 40 сантиметр асадка өзі болды. Қазіргі уақытта Арал теңізі региондағы асадка 100-120 сантиметр болып тұр, жылдық асадка. Бұл жауынның шашынған тәсірі болады. Егер жауын шашын болса, тоқтап тұрады. Бірақлар қайтып кетеді, барып келіп. Енді бұл Туран ойпатлығы деп айтады. Арал теңізі үстірт платосына барып тақалып, бірден көтеріледі. Судың әммесі сырқылып, сол жерге ағып баруы да шарт емес. Жерасты сулары да оған қосылады барып қалып. Жауын шашын көп болса, берман қайтады. Пәлен метр айту деп болды деп айту қиын. Қазіргі уақытта мінекей шорлылығы 110 граммнан асып кетті. Бұндан 3 жыл бұрын 190 грамм еді 1 литр суда. 210 грамм, 15 граммнан асып кетті шорлылығы. Жауын шашын болған уақытта бірден ізге қайтады. Шорлылығы да, судың уровені да. Мемлекетіміз басшысы, президентіміз 2017 жылы Бірлескен Метлеуші өлкемнің үлкен мінберінен бүткіл дүнияға хабар берді. Аралдың ауыр ахуалда екенлігі хақында. Ондан кейін бүткіл дүния шаралар көре басылады біргелікте. Себебі бұл жерден шыққан дос дүнияның хаммен мемлекетіне, рауажланған мемлекетлеріне, бір шеті Нидерландияға барып отырғанлығы мәлім болды. Сондан кейін траст фонд түзілді. Көптеген мемлекеттер өздерінің қаржыларын беріп басылады. Бұл жерде хәттекі менің бағым деген жойбарлар да ашылды. Электрон шетелде отырып, телефон арқылы бұл жерге терегін ектіріп, жасылыққа үлес қосу. Бұл адамдардың бір игіліклі әрекетлерінің бірі, табиғатқа болған мейірі мұхаббатын көрсететін жойбарлардың бірі еді. Неке арадан жылдар өтті. Өзгерістер сізге бізден көре көбірек білінеді. Трансфонттың жойбарлары бұл тек қана сексеуілдегі басқаны қаржыландыру емес, соны есепке алу керек. Бұл ауыр Қарақалпақстанның ауыл аймақтарында әртүрлі жойбарларды әмелге асыру, ілімін арттыру, тікелей сексеуіл егу яки өсімдік егуді финансировать етті деп түсінбеу керек. Енді трансфонттың қылынып жатқан жұмыстары үлкен. Бұл инфраструктураларды жақсылау, адамдардың денсаулығын жақсылауға қаратылған жойбарлар есептелінеді. Қалған жағында да олар ООНның өзінің уәкалатханасы бар. Солар арқылы
финансирование етіледі, өздерінің жаңағы мониторинг группалары бар, басқасы бар. Адам факторына көбірек қаратылған проекттер есептелінеді. Соны да есеп қалу керек. Бәрібір арал бой аймағындағы инсан капиталына тәсір ететұғын жойбарлар. Ұзақ жылдан бері істегенім үшін мен айта аламын, әлбетте үлкен өзгерістер бар. Аралдың өзінде тікелей өзгерістерді сезуге болады. Өткенде өзіңізбен бірге барып көргендей мінекей қанша жұмыстар істеген. Есімде сол кезде біз 20 жыл бұрын төленің ішінде жатып жұмыс істедік десем, сенген болар ма едіңіз? Сендім. Сондай. Сол уақытлар есте тұғын едім, бірақ сізді көрмегенмен германиялық алымдарменен келіп егіп жүріпті деп халықтың арасында айтылады тұғын еді да. Бүгін өсіп тұрған сексеуілдерді көріп, сол күні экспедицияға барғанда бір сексеуілдің енді ол кезде сәл ертерек еді, ондай жасыл басыланған жоқ, қазір жап-жасыл болып кеткен болуы мүмкін. Бір сексеуілдің астындағы кішкентай лентаны көрсетіп, біздер қойып кеткен байрақша мынау 2017 жыл деп тоқыланғаныңызды көріп, мен туысын айтсам, сіздің сол жерге болған мейіріңіз, мұхаббатыңыз тап жас баладай қуанып тұрғаныңызды көріп, мен де толқынланып кеттім. Сексеуіл бірнеше методта егіледі. Біріншіден траншея қазған халда нәлше формасында егіледі. Нәлілер су бар жерде таярланып, одан кейін көшіріп өткізіледі. Екіншісі тұқымнан егіледі. Өздеріңіз білесіз, трактор арқылы, тракторменен самолеттан шабылады. Ол жердегі лента тұқымнан егілген сексеуіл еді. Тұқымнан егілген сексеуілін тұтып кету жүдә қиын. Самолет өткеннен кейін, тракторымыз өткеннен кейін, трактормен ізден дискі барына араластырып шығады да, өткеннен кейін өскен сексеуілдерге лента байланып шығылады да, ол жерде. Белгі, сол екенін білу үшін ұлыма өсіп кете ме, өспей ме, бір жылдан кейін жағдайға мониторинг бару үшін қылынған сексеуілдер еді. Соны көріп әлбетте қуанам, себебі сексеуілдің тұқымы шамалға ұшып, сол керекли жерге түсіп, одан кейін көріп, өсіп кету ықтималы да жүдә аз, себебі шаштай болып шығатын болған соң, егер бәрі қатты ыссы кесе, ұлыма құрбан кетеді оны әмес. Соның үшін кішкене шаштың талынан кішкене болған нәрсенің үлкен терек болғанын көрсең, әрқандай инсанға бір зауқ береді деп ойлаймын. Хақиқаттан адам толқынланып кетеді. Мен сол қыстың суығында, қаһарман суығында келіп, сол жерге сексеуіл егілге қатынасқан, бүгінгідей нәтижені көруге сенім білдірген әрбір тоғай қожалығының қанегесіне, әрбір инсанға, еліміздің әрбір жасына, жас үлкендерге, әммеге қандайдыр көріп тәжім еткім келді да. Тәжім етемін, себебі бұл сенімсіз жағдайдан, жоқтан бар болуы мүмкін деген бір неменен пайда болған зат, бірақ реал өзінің нәтижесін берді да, бәрібір мемлекеттің үлкен құдіретін көруге болады да. Сол өткендегі сіздің передачаңыз көп инсандар көрген, мен куәсі болдым, һәм берілген отзывларды да оқып шықтым. Сол уақыттағы бір тракторшылардың Навай облысынан, Сурхандариядан, тағы бір жерден мен егісіп едім, мен қатынасып едім, сол тереклер біздердің екеніміз бе деп қанша сұраулар болып жатқанын көріп, комментарияларды көріп, бір адамға үлкен қуаныш, илхам бақшы етті әлбетте. Себебі қыс сол жылы суық келді, білесіз, жүдә ауыр жұмыс, көптеген инсандармен, көп басшылар мінекей басында болды, көп жастар ол жерде қатынасты, һәм бүтін республика бойлап үлкен бір акция болып өтті, мобилизация болды. Ол жерде қатынасқан инсандардың әрбір герой деп ойлаймын. Әрбір қаһарман шын мәнінде бәрібір мемлекет әрекет етіп жатыр, мінекей жасылық тәсірін сеземіз. Нүкіс қаласына келіп, мен ауылынан Нүкіске келсем, тез шаң көздерім аша алмай тұғын едім. Реал факт. Қазір мінекей біраз тынды. Сезіледі қалада, себебі бұл жасыл тереклер, сексеуілдер шын мәністегі кислород фабрикасы десек болады. Біздер үшін сол жерде жақын жасайтұғын, сол тұзды турдан тур бірінші болып бетімізге кеп тиетұғын адамлар біздер болғанымыз үшін. Сенім күшлі, мәселен, Мойнақтағы өзгеріслер адамлар, менің жүрегімде бәрібір сенім бар. Сізде не? Әлбетте, инсанның өзі сеніммен жасау керек, жасайды да, әр инсанның өзінің мақсат вазифалары бар. Сондай әрбір сол регионда жасайтын инсан қатары менің келешекке сенім жүдә жоғары һәм бәлен. Арал қайтуы мүмкін бе? Толық формасында толып тасып қайтпаса да, сол жерлер абат болады деген сенемін. Бұл жер зор болады. Себебі Израиль мысалында айтқым келеді. Қала берсем мінекей Синьцзянда да аралға ұқсаған көл болған, үлкен көл болған. Қытайда Тагилмакан деген жерінде бір уақытлар құрып кеткен. Қазіргі уақытта
ол жерде тереклер, бақылар, басқалар жылдар өтіп арал қайтпаса да ол жерлер абат болады әлбетте. Су толып тасып қайтпаса да енді суға деген мұқтаж өсіп жатырыпты, экологиялық жағдай дүние жүзінде құру процесі болып жатырыпты. Егер суды біз үнемді пайдаланып білсек, жоғары технологияларды ендіре білсек, әлбетте келешегіміз алдымызда. Өткен жылы күзде біз ұстазыммен интервью жазуға барған кезде сникерстің ішіндегі қоза ма еді? Жер қоза. Жер қозаны нөкісте ексек болады. Соны бізде тәжірибе алдында тұрыппыз деп, бір екі жаслар сол жерде жәмленген еді. Не болды? Егілді ме? Оны егілді, жақсы көгеріп шықты, мейвесінен берді, тұқымын берді. Біз енді оны зият қылып тұқымларын және көбейтіп жатырмыз. Құда қаласа келешекте бізге және 1 жыл 2 жыл уақыт керек. Осы Қарақалпақстан бойынша ендіру бойынша келешекте оның да тұқымларын біздің районларымызға жеткізіп береміз деп мен сөз беремін. Өзіміздің жер қозаға қараған 4-5 есе үлкен, көрген болсаңыз керек. Һәм біріншіден экспортерлар тарапынан жүдә үлкен қызығушылық оянды. Себебі келешекте олар качествосын көріп, басқасын көріп, алдынан олар бұйыртпа беріп жатырыпты, көбейту бойынша бұны сенім білдіремін, әлбетте шығарамыз. Біздерге алдыңғы әулет аралдың кризисін қалдырып кетті да. Мәселен, 80-ші жылдардан кейін аралдың суы тартылуы, сол уақыттағы бәрібір инсанияттың қолымен істелген нәрсе деп ойлаймын. Бәлкім сіздің пікіріңіз басқаша шығар. Бірақ сіз һәм біз келешекке қандай аралды қалдыра аламыз? Біз тоғай жаратылған, көклеміз арқылы жаратылған аралды қалдырамыз, һәм ол жерде тек шөл өсімдіктер емес, шөл хайуанлары да болады. Қазіргі уақытта бізде бір жақсы жойбардың үстіне істеп жатырмыз. Бұл Арал теңізі регионының флорасы хақында кітап шығару. Яғни әрбір өсетін өсімдіктің характеристикасын ilmi көрсеткен халда дүние жүзіне таныту есептелінеді. Дүние жүзі шөл сахасында істейтін ілімпаздары үшін шөлге шыдамды өсімдіктердің түрлері жүде қызық есептелінеді. Дегеніміз, Қарақалпақстанда Арал теңізі регионында өсетін өсімдіктер дүниеде жоқ өсімдіктердің түрлері есептелінеді. Жүде ауыр резко континентальный климатқа шыдамлы өсімдіктер, тұзға, шорға шыдамлы өсімдіктер. Бұның әрбір өсімдіктің аты, техник характеристикасын білу ілімпаздар үшін жүде қызық. Әсіресе ауыр дәртлі жерге бару, машқаласы бар жерге бару адамның энергиясын алады да, күшін алады. Күшпенен барасыз, бірақ қайтарсын һәм мезатсызды жоғалтып, тек сүлдерменен қайтасыз. 2008 жылы Аралға барғанда қайтып қайтатын едіңіз, бүгін 2026 жылы Аралдан ауылға қандай пікірлерменен қайттыңыз? Пікірлер ол жерге барғанда адамлардың қылған дүреткен тоғайлары, істері, өсімдіктері, яғни этибардың жүде жоғары болғанлығы, инсанның қолы жетіп атқан жерлері көбейіп атқанлығы, һәм ұнамлы тәсір етіп атқанлары инсанды қуандырады. Қазіргі уақытта мінекей білесіз, өрде станциялар құрылып жатырыпты, вагонлар тұрыпты, жоллар пайда болған. Бұның һәммесі мінекей инсанның аралға беріп атқан көйлі һәм әрекет есептелінеді, құтқаруға деген этибар есептелінеді. Сіз аралдың жүрек ритмін сезесіз бе? Мен арал дегенде ұлыма бір сол жерде жасайтын халқылардың бір анасындай көремін. Қай уақытларды атрапты тербеткен гүм адамлар болған. Мойнақларға барғанда сол уақыттағы пароходлардың, инсанлардың жүргендері көз алдыма келтіріп, бір үлкен тірі организм есебінде сеземін. Егер мінекей дүние жүзін аралап деп көрсеңіз, мен Тянь-Шаньда да, Памирде де, Тәжікстан тарапта да һәммесінде болып көрдім. Бұл бір адамның инсаннан ағып тұрған қанға ұқсайды бұл нәрсе. Арал һәм аралға деген Амудария, Сырдария алып келетін қаны болатын болса, мінекей Тянь-Шань һәм Памир тауларынан келетін тап-таза сулар осы жерге келіп айланыс болып тұрған. Бір үлкен осы арияны, үлкен бір территория, тірі организмдай сезілді. Һәм бүгінгі күнде арал маған жәрдем бер деп аталғандай сеземін. Тағы бір нәрсе,
көбірек мінекей осы жастарымыз сол аралды барып көруге әрекет етсе көре алғандай, хотя бы Мойнаққа барып соны сезіп, жүрегінде сезіп, қала берсе мен өмірімнің бір мазмұнын терек егу деп білемін. Тек сексеуіл емес, мен бағдаршылық сахасында жүдә жақсы көретін сахам. Инсан қанша терек ексе, табиатты қорғаса, сонша сол инсанның әумет келтіреді. Һәм жұмысы келешегі бір жақсы болады. Соның үшін жастарымызды терек егуге, табиатты сүюге, экологияны сүюге де шақырған болар еді. Рахмет сізге. Меніңше отау ішіндегі сәубетіміз мазмұны болды деп ойлаймын. Көп мағлұматлар алдық сізден. Меніңше тамаша көйлерде солай болады. Арал бойындағы жұмыслар, сексеуіл зарлықлар, олма бүгінгі аралда жанлы өмірді, жасыл дүнияны қайта тіклеуге қаратылып отырған іліми ізденулердің қандай алып барылып отырғаны хақында көпшілік жақсы мағлұматқа ие болады деп ойлаймын. Азизлер, бұл отау ішіндегі подкасттың нәубеттегі саны еді. Біздің мейманымыз Арал бойы халықаралық инновация орайының директоры Бақтаға Хабибуллаев болды. Алым, дипломат һәм арал сүйуші инсан. Бүгінгі қымбатлы уақытыңызды біздермен болғаныңыз үшін сіздерге өзіміздің minnetdarшылығымызды білдіреміз. Хамде біздерді қолдап қуатлауда және жәрдем берген осындай отаулар, қара үйлермен жәрдем беріп отырған Қарақалпақ этно ауылы жәмиетіне де өзіміздің minnetdarшылығымызды білдіреміз. Біздерді көруден тоқтамаң, біздерді қолдап қуатлап тұрың. Рахмет.